Еркек торы құлын, маңдайында ағы бар. Ақ маңдай торы құлын, торы айғырдың баласы. Торы айғырдың үйірінде жүрген торы биенің құлыны. Алдына шөбін салып қойдық, жемін салып қойдық өстіп. Жемді жеп үйреніп алды бұл. Суында толтырып құйып қоямыз. Өзін жеке қамап қойдық. Жеке тұр, ұнатпай тұр, мені жақтыртпай тұр. Ар жағында әне шешесі тұр, уайымдап. Бұл менің балам, құлын менікі. Неге қамақ қойдыңдар жеке? Менен неге бөліп тастадыңдар? Құлыныма жақындама, балама жақындама деп уайымдап тұрған шығар. Қанша айтқанмен аналық, шешелік инстинкт бар ғой. Ал бұл құлында ақылды, күнделікті шығып жүрген есігін білет, сол есіктің қасына келіп алып, қасына адам кіргеннен кейін сол есіктен шығып кеткісі келеді, шығарып жер деп тұр. Есіктен шығып енесіне барғысы келіп тұр. Тор бие торы айғырдың үйірінде болды ғой. Тор бие осы жерге кіреді, құлынын көріп тұрады, соныменен идіріп сауып алады. Құлынын көріп тұрғаннан кейін бие иіп береді ғой өзі. Сонымен сауып алады. Құрсағы құтты бие, сүтті бие. Жылына өстіп әкеп сүтін ішіп тұрамыз, қымызын ішіп тұрамыз. Қолымыздағы бар дүние болғаннан кейін пайдаланайық деп арасында өстіп әкеп тұрамыз. Осы тор биені жуас бие өзі оң солсын білмейді, қай жағынан келсең де тұра береді. Екі жағынан да кезек-кезек сауа беруге болады. Өзі тегі жуас жарықтық. Құлындарды әлді мықты болады.